жүргізілу қажет. Осы мәселелер бойынша, яғни кәсіби дайындықтан өткен патронаждық мейірбикелер ата-аналардың білімі мен мүмкіндіктерін кеңейте алады және оларға жарақаттанудың алдын алуда қолдау көрсете алады. Және ата-аналарға кіші жастағы балалар арасында жарақаттанудың алдын алу бірінші кезекте, яғни баланы емес, оны қоршаған ортаны қадағалауды білдіретін түсінуге көмектесе алу керек. Яғни біз бірінші баланың айналасындағы қауіпсіз ортасын қалыптастырып беруіміз керек. Және де балаларда жарақаттанудың болдырмау ережелеріне үйретуіміз керек. Енді сәл ересектеу балаларға, бірақ шешуші шарт бала айналасындағы қауіпсіз ортасын қалыптастыру. Ата-аналарға балалар, яғни кішкентай ересектер емес екені. Бала ағзасында оларды бәрінен бұрын ересектерге арналған әлемдегі жарақаттарға ерекше ұрымтал ететін ерекшеліктері бар екенін түсінуге көмектесе алады. Және де патронаж мейірбикесі ата-аналарға төтенше жағдайда тиісінше әрекет етуге көмектесетін сарамандық білім мен дағдылар бере алады. Яғни практически жалпы алдын алу қалай жасау керек, немесе жарақат болған жағдайда қалай көмек көрсету керек, соны патронаж мейірбикелері яғни үйрете алу керек. Жалпы Біріккен ұлттар ұйымында бала құқықтары туралы конвенциясында бала 18 жасқа толмаған кез келген адам деген анықтама белгіленген екен. Сонымен қатар бұл конвенцияда бүкіл әлемдегі балалар еленуі тиіс негізгі адам құқықтары ретінде жарақаттардан және зорлық-зомбылықтан қорғалуға және қауіпсіз қоршаған ортаға құқылы болуын атап көрсеткен екен. Және осы Европа елдеріндегі жарақаттану салдарынан орын алатын өлім-жітімнің ауқымын айта кетсек, мәселен 0 мен 19 жас аралығында балдарда. Мысалға, 1 мен 4 жас аралығында балдар арасында жарақаттанудың абайсызда жарақаттанудың салдарынан 27% бала өлетін болса, мысалға денсаулық жолдарының сырқаттарының салдарынан 8% бала өледі. 5 мен 9 жас тобындағы балдар абайсызда жарақаттардың салдарынан осы 27% бала өлетін болса, тыныс алу жолдарының сырқаттарының салдарынан 5% бала өлетін болды. 10 мен 14 жас тобында балалар арасында жарақаттардың салдарынан 37% бала өлетін болса, қан айналым бұзылыстарының салдарынан 6% бала өледі. 15-19 жас тобында балдар осы жарақаттардың салдарынан 64% бала өлетін болса, тыныс алу жолдарының сырқаттарының салдарынан 3% бала өледі. Бұл Европа елдерінде ғана тек статистика берілген. Мысалы, өздеріңізден де сұрасам, участокте немесе таныстарыңызда, туыстарыңызда қандай жарақаттар болды десем, суға батумен немесе құлаумен байланысты или тоққа күйге байланысты, барлықтарыңызда шығады. Барлықтарыңызда, таныстар, туыстарыңызда да шығады. Яғни бұл статистика осындай жоғары екенін де көрсетіп тұр бұл жерде. Енді неге балалар ересектерге қарағанда жарақаттануға көбірек бейім келеді? Біріншіден, ересек адамға қарағанда баланың басы жұмсарақ және дене массасымен ара қатынаста үлкенірек болады. Яғни баланың өзінің салмағы, басының салмағы, яғни салмағын ұстай алмайды, яғни ауып кету немесе құлап кету қауіптері өте көп жиі орын алады. Және балалар қорғануды біле бермейді, әлі үйреніп үлгермеген. Яғни қауіпті екен олар білмейді. Және балалардың қолдары, аяқтары, білектері, табандары және саусақтары кішкентай болғандықтан кішкентай тесіктерге және саңылауларға кіріп жарақат алуда қаупі бар. Және кішкентай балалардың терісі ересектердікіне қарағанда жұқары және олар оңай жарақаттанады. Және де ең бастысы ересектерге қарағанда балалар кішірек болып келеді. Яғни біздің әлемдегі жасалынған дүниелердің барлығы біз ересектерге арналған қыздар. Тек балдарға емес. Мысалы, жол үстіндегі жүргізушілер. Және олардың өздерінде не болып жатқанын көру қиын. Сондықтан мына биік столда бізде көбінесе арнайы балаға стол жасалынбайды, арнайы тамақ орындары беріледі. Сондықтан скатерть дастархандарыңызды тартып жатқан кезде балада күйіп қалу қаупі болады. Тамаққа ыстық шай, кофелеріңізге. Яғни ең бірінші бұл жерде айтайын деген бала анатомиялық, физиологиялық ерекшелігіне байланысты жарақаттанады. Енді осы балаларда жиі кездесетін және қаза болуына жиі себепші болатын жарақаттардың түрлері. 5 түрі бар. Ең бірінші құлаумен байланысты жарақаттар, биіктіктен құлау, екінші суға бату,